Бұл Айбек пен Асқар. Бұрыннан бері криптовалюта жайлы естігенмен, қазіргі таңда сол саланы зерттеуге енді кірісті. Әлеуметтік желіде криптовалюта жайлы ақпарат көп екенін біліп, мәлімет іздей бастады. Ізденіс барысында Криптон парақшасына тап болды. Дегенмен де Айбек өз күшіне сеніп, криптовалютаны зерттеуге бел буса, Асқар Криптон компаниясына келді. Айбек күні бойы өз еркімен ақпарат іздесе, Асқар бар күшін салып, Криптон компаниясының кураторларымен оқуға кірісті. Арада бір ай өтті. Айбек көптеген алаяқтарға ұрынып, юристермен ақшасын қайтара алмай жүрсе, Асқар дәл сол сәтте нарықты толыққанды үйреніп шықты. Оның ішінде P2P, арбитраж, трейдинг және инвестиция салаларын үйреніп алды. Қалтасында бір тиын ақшасы қалмаған Айбек ешбір мәселені шеше алмай, криптовалюта саласынан бас тартты. Депрессия болып кетті. Бұл уақытта Асқар крипто кошелегін жинап, күнделікті табыс табу жолдарын үйренді. В общем, красавчик. Сонда бір жолда не өзгерді? Криптон, алғашқы қадамыңызды бізбен бірге жасаңыз.